Мен Құлбайгүлден Жұмағалиқызы. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Қызылсай ауылының тұрғынымын. Сүгірбегендік атындағы номері 4 мектептің 8 сынып оқушысымын. Сынып жетекшім Масаева Үзімгүл апай. Көп балалы, өнерлі отбасыда дүниеге келген. Әкем қарапайым мекемеде көлік жүргізеді, ал анам домбыра деген үйірмелерінен сабақ беретін ұстаз. Кішкентайымнан өнерге баулып, алғаш қолыма домбыра ұстатып, нота танытқан анам еді. Анамның қалған жолыменен өнерге қанат қағып мен келемін. Айналайын қараған, алтынай сендей жатып, ержелі қайдан мынаған үкі керек болды. Үкісін тауып алған. Анашым, Ау, қараңызшы. Байқауға осы көйлекті кисем қалай болады екен? Өте әдемі, көсетегі төгіліп, ақ моншағы төгіліп, өзіңе сай арнайы тіктірген көйлегім ғой, кие ғой. Мінеки бас киімінде дайын болып қалды, тек қана үкісін табу қалды. Енді киіміміз дайын. Сол байқауға орындалатын шығармаға дайындал. Бара отыр. Жақсы. Аспаптарды алып келе ғой, сол шығармаға дайындалайық. Жақсы. Осылай әдемі қылып шырқасаң, халықтың алдына шыққан кезде ешқандай қысылмау керексің. Сахна деген киеді. Осылай әдемі сахналық киімімен, өзіңнің аспаптарыңмен шықсаң, нұр үстіне нұр.